Қыстың суығы көзге тигенде ауылдың сырты аппақ қарға оранып, тыныштық орнаған еді. Мен Әлия 11-ші сынып оқушысымын. Мектепке баратын жол мен үшін енді бұрынғыдай қарапайым емес еді. Сол ауылдағы көрші үйде тұратын Самат ағай менің жүрегімде ерекше орын алды. Әңгімені жалғастырмас бұрын қазақша арнаға тіркеліп, әңгімеге лайк басып, комментарийге өз пікіріңізді қалдырып кетіңіз. Самат біздің мектептің информатика пәні мұғалімі. Ол көрші ауылдан қатынап жұмыс істейді. Отбасылы 2 баласы бар, бірақ ол маған өзгеше адам сияқты көрінді. Бір күні мектеп соңында ол маған жақындап, қыстағы суық көрме, жылы киін деп айтты. Оның үнінде жылылық бар еді. Менің бойымды бір түрлі сезім биледі. Бастапқыда ол тек мұғалім ғана сияқты көрінсе, енді оның көзқарасы өзгеше екенін сездім. Сабақтан кейін кездесулеріміз көбейді. Ол менің жетістіктеріме көңіл бөліп, маған көмек көрсететін болды. Бұл мені қуантты. Алғаш рет бір адамға жүрегімді осылай аштым. Көктем жақындағанда біздің қарым-қатынасымыз тереңдей түсті. Ол мені жиі үйге дейін шығарып салатын. Көлік ішінде бірге отырып, өмір, армандар туралы әңгімелесетінбіз. Бірде ол, сен тез өсіп келе жатырсың, әрі әдемі қыз болыпсың деді. Менде жүрек дүрсілдеп, оның сөзін тыңдадым. Бірақ бұл қарым-қатынас ауыл тұрғындарының сыбырына айналды. Көп адамдар бұл туралы естіп, талқылап жатты. Құрбыларым мені сақтыққа шақырса да, мен махаббатым деп сеніп, бұл сезімді жасыра алмадым. Ауылда бәрі бірі біледі. Менің меншікті оқиғам мектептен ауылға дейін тез тарады. Мұғалім мен оқушы арасындағы қарым-қатынастың дұрыс емес екенін ойлағандар көп болды. Менің анам да бұл туралы естіген соң қатты ашуланды. Ұят қой, сен не істеп жүрсің деді ол. Мен жылап түсіндіруге тырыстым, бірақ ол менің орнымда болмаған соң түсінген жоқ. Ауылдың сыбырымен мені қоршап, мектепте де мұғалімдер мен оқушылардың көзқарасы салқын болды. Бірақ мен махаббатымды жоғалтпадым. Мектеп бітіріп, мен қалаға оқуға түстім. Жаңа өмір басталды. Қаладағы өмір мен үшін басқа әлемдей көрінді. Ал Самат ағаймен байланыс үзілген жоқ. Біз хат жазып сөйлесіп тұрдық, яғни әлеуметтік желі арқылы. Бірақ мен жаңа тыныстықтармен танысып, жаңа өмірдің қызықтарын сезінген сайын махаббаттың жаңа түсінігін түсіне бастадым. Қалада Асқар атты жігітпен таныстым. Ол мені түсініп, қолдап, шынайы махаббатты үйретті. Бірақ менің жүрегімнің бір бұрышы әлі ауылдағы мұғалімге тиесілі еді. Жазғы демалыста ауылға қайтып бардым. Барлық нәрсе бұрынғыдай көрінгенімен мен өзгерген едім. Алайда Самат ағайдан хабар жоқ. Бір кеште ол кенет келді. Көлігін тоқтатып маған қарап, Әлия бірге кетейік деді, жұмсақ әрі сенімді. Мен оның ұсынысына қарсы болдым. Көлікте үнсіздік орнады. Жүрегім дүрсілдеп тұрды. Үйіне келгенде қарапайым тыныштық орнаған орта мені қоршады. Біз көп сөйлеспедік, бірақ оның көзіндегі сезім маған жеткілікті болды. Түннің тыныштығында мен оның бұрынғы отбасы туралы білдім. Ол ажырасқан 2 баласы бар екен. Оның жанында болғым келді, бірақ жүрегімде күрделі бір сезім түсінбедім. Келесі күні таңертең менің телефоным шырылдады. Бұл Асқар еді. Ол мені іздеп жатқан сияқты. Мен оған бәрін түсіндіріп беруге тырыстым, бірақ сөз таба алмадым. Саматқа қарап, мен қалам дедім ақыры. Ол үндемеді. Көп кешікпей мен қалаға оралдым. Қалада Асқар мені күтіп тұрды. Біз үйлендік, 3 баламыз болды. Бірақ менің ойымда Самат ағай тұрды. Ол ауылда қалаусыз өмір сүрді. Бірде ауылға барғанымда көлікпен жүріп бара жатып мені байқап көз тастады. Қаладағы өмір мен үшін жаңа үміт пен жауапкершілікке толы болды. Асқар қарапайым, бірақ адал жігіт. Оның арқасында мен бақытты болуды үйрендім. Үйленіп, 3 бала дүниеге келді. Бірақ менің жүрегімнің бір орнында бәрібір ауылдағы Самат ағаймен өткізген күндер болды. Балаларым өсіп, мектепке бара бастады. Олар менің өмірімнің мәні еді, бірақ
кейде кешке терезеге қарап отырып ауылдағы қарлы күндерді ойлаймын. Сол кезде менің өмірімдегі алғашқы махаббаттың иісі, көзінің жылуы есіме түседі. Ауылда өмір бір қалыпты жүріп жатыр. Самат ағай жұмысын жалғастырады. Ол көп балалы отбасының басшысы. Әйелі мен қыздары бар. Арада жылдар өтсе де, ол ешқашан өз сезімін ашпаған. Қаланың жылдам өзгерістері мен ауылдың баяу ағымы оның жүрегіндегі қайғыны толтырады. Бірде ауылға жұмыс бабымен келгенде мені кездестірді. Қарапайым амандастықпен ғана шектелдік. Бірақ көздерімізде өткен күндердің үні бар еді. Махаббат бұл сезім ғана емес, ол өмірдегі шешімдер мен тағдырлардың тоғысқан нүктесі. Біз әрқайсымыз өткенімізге қарап сабақ алуға тиіспіз. Мен өз таңдауымды жасадым. Бұл таңдау қиын болғанымен, ол менің өміріме үлкен мән берді. Жүрегімнің бір бұрышында Самат ағайдың орны мәңгілік сақталады. Бірақ менің өмірімнің жаңа беті, бұл менің балаларыма, менің отбасымды құруға арналған бет. Қала өмірі ауылдан қатты өзгеше. Бастапқыда бәрі қызықты, жаңа достар, оқу, қаладағы кең әлем, бірақ бұл жаңа әлемнің аясында мені жауапкершілік күтіп тұрды. 3 бала тәрбиелеу, оқу мен жұмыс арасында үзіліссіз жүру оңай емес еді. Асқар мені қолдап, отбасымызды қорғап, балаларға жақсы болашақ жасау үшін барын салып жүрді. Бірақ мен кейде үйдегі тыныштықсыз кештерде ауылдағы өткен күндерді ойлап, Самат ағайды есіме ала беретінмін. Ол мен үшін енді жай өткеннің естелігі ма, әлде өмірімнің бір бөлшегі ма? Самат та бір күні ауылдың бір бұрышында жалғыз отырып мен туралы ойлайды. Ол менің қашып кеткенімді, қалада жаңа отбасы құрғанымды білгенде жүрегі сыздаған екен. Бірақ ол ешқашан маған қайта оралмады, өйткені оның өмірінде өз отбасы, 3 қызы мен көптеген жауапкершілік бар еді. Ол маған деген сезімін жасырып, өз өмірімен бетпе-бет келуге тырысты. Бірақ кейде ауылдың тыныш кештерінде, қар жауғанда мен туралы ойлап, өткенді еске алатын еді. Жылдар өте келе мен балаларыма қаладағы өмірдің барлық қиындықтарын жеңуге үйреттім. Бірде ауылға барып Саматпен кездестім. Ол бұрынғыдай мейірімді әрі жылы болды. Біз сөйлестік, өткен күндер туралы ашық әңгімелестік. Ол менің өмірімдегі маңызды адам екенін тағы да сезіндірді, бірақ бұл кездесу ештеңені өзгертпеді. Әрқайсымыз өз жолымызды таңдадық. Менің отбасым қалада, ауыл ауылда. Бұл оқиға маған махаббаттың қарапайым сезім емес, сонымен бірге өмірлік шешімдер мен міндеттер екенін үйретті. Махаббат ол адамды өзгертетін, оның өмірін толықтыратын күш, бірақ ол әрқашан жеңіл болмайды. Мен өзімнің таңдауыммен өмір сүріп, балаларыма жақсы ана болуға тырыстым. Ал Самат ауылдың құрметті адамы, өз отбасын қорғап өмір сүруде. Махаббат пен өмір екі түрлі ұғым. Кейде олар қақтығысып, кейде үндеседі. Біз өмірдің әр кезеңінде өзімізге ең дұрыс шешімді қабылдауға тырысамыз. Менің тарихым сол шешімдердің, тағдырдың және шынайы сезім